Сиқыршы Али ертегісі. Бір күні ертегілер елінен сиқыршы Али аспанда ұшып келе жатып, жерге көз тастады. Төменде ормандар, өзендер, гүлдер мен балалар ойнап жүр екен. Бірақ кенет жел қатты соғып, Әлидің сиқырлы бас киімін ұшырып әкетті. «Ой, жоқ, менің бас киімім», деді Әли уайымдап. Бірақ ол бас киімді қуалап келе жатып, таңғалды. Жердің кей жері қоқысқа толы, өзеннің суы ұлайланып, ағаштардың жапырақтары сарғайып тұр екен. Сиқыршы Әли бас киімін іздей жүріп, бір ауылдың жанына келді. Онда балалар ойыншықтарымен ойнап жүр екен. Әли оларға сәлем беріп: «Сәлем, балалар. Мен ертегілер елінен келдім. Менің бас киімім жоғалды, бірақ мен жолда табиғаттың, өзендердің ластанып жатқанын көрдім», деді Әли. Табиғат ренжіп тұр. Ағаштар кесіліп, өзен ластанып, қоқыстар әр жерде шашылып жатыр. Мен сендерге сол жерлерді көрсетейін, деді Әли. Міне, табиғатты жақсы көретін, қамқор балалар бар екенін білген соң, бас киімім де оралды, деді қуанып. Балалар, сендерге көп рахмет. Мен енді жыл сайын келіп табиғаттың ластанбауын бақылап тұратын боламын.